күнделікті өмірде қолданылатын 8 саны туралы тереңірек ойланып көрдіңіз бе? Оның сандық нұсқадағы ұғымынан тағы қандай салаларда қолданылуы мүмкін? Бұл туралы бізге нумерология ілімі мәлімет береді. Сәлем достар, сіздермен бірге Тентек арнасының келесі шығарылымы. Жалпы сандық құрылымның таңбалануы ертеректе пайда болған. Айта кетсек, біз қазіргі кезде қолданылатын таңба негізінде араб сандары деп беріледі. Дегенмен оның тарихын шолып өтсеңіз, бұл сандық таңбалар көне үнді өркениетінде пайда болғанын білесіз. Ерте орта ғасырлардағы араб шапқыншылығы кезінде арабтар жаулап алынған аймақтың ғылымын өз еліне алып келуге тырысқан. Осы үдерістің барысында үнді сандары да араб ғылымына келіп, кейіннен бізге араб сандары ретінде танылып кетеді. Рим сандарының тарихы да осы тектес. Айта кетсе, қазіргі біз білетін Рим сандары бастапқыда көне грек ғалымдарының құрастырған сандық жүйесі болатын. Олар Рим шапқыншылығы кезінде ғылыми жетістік ретінде енгізіліп алынған. Жалпы 8 санын әртүрлі салада негізде көрсетуге болады. Мысалы, ғылымда оттектің атомдық нөмірі, сонымен қатар күн жүйесіндегі небәрі 8 ғаламшарының бар екені белгілі. Музыка саласында октет деп 8 орындаушыдан тұратын топты айтса, 8-ші музыкалық интервал октава деп аталады. Ал әлеуметтік желілерде 8 саны маған бәрібір, немесе менің оған қатысым жоқ деген мағынада қолданылып жүр. Одан бөлек саясатта үлкен 8-дік деп әлемдегі ең дамыған 8 елді біріктіретін топ құрылған. Қазақ әліпбиінде 8-ші әріп е болса, латында аш әрпі жазылады. Альпинизм саласында қосалқы қауіпсіздікпен қамтамасыз ететін құралды 8-дік деп атайды. Металл құралдың өзі 8 пішініне болғандықтан солай аталған болуы керек. Айта кетсек, көрші Қытай елінде 8 саны сәтті болып саналады екен. Себебі Қытайдың Кантон диалектісінде санның айтылуы гүлдену сөзіне өте жақын екен. Расында бұл санның бір ерекшелігі бар, сыңайлы. Табиғатта өрмекші тәрізді жәндіктердің аяқтары 8 болса, шахмат ойында да 8 қатардың бар екенін білесіз. Одан бөлек әрбір ойыншының алғашында небәрі 8 жаяу жүргіншісі болады. Ал жазық далада көрінетін кембірқосақта 7 емес 8 түрлі түс байқалады екен. Айта берсе, қазаққа киелі болған 7 санынан кейін тұратын 8-дің де өзіндік артықшылықтары екенін пайымдаймыз. Ал сіз бұл сан туралы тағы қосаңыз бар ма? Сіздермен бірге болған Тентек арнасы. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Және де келесі видеоға дейін сау болыңыздар.